Бірінші 10 күндіктің жартысында ауа райы температурасы -10-15 облыстың шығысында 18-ден 24 градусқа дейін жетуі мүмкін. Ал күндіз сынап бағанасы -5-15 градус аязды көрсетеді. Ал 10 күндіктің екінші жартысында күн суытып -15-25 градусқа дейін ауа температурасы төмендейді деп күтілуде. Екінші 10 күндікте ауа температурасы түнде 20-25 градус аяздан 25-30 градус аязға дейін, күндіз 8-13 градус аяздан 13-18 градус аязға дейін төмендеуі болжанады. Содан кейін ауа температурасы түнде 18-23 градус аязға дейін, күндіз 7-12 градус аязға дейін жоғарылайды. 10 күндіктің соңында ауа температурасы түнде 23-28 градус аязға, күндіз 12-17 градус аязға дейін төмендеуі күтіледі. Ал ақпанның 20-сына қарай қыс қаһарына мінеді. Қазгидромет мамандары сынап бағанасы -10-20 градустан 23-28-ге дейін жетуі мүмкін деп болжауда. Ал жауын-шашын мөлшері нормадан аспайды деп күтілуде. Кей жерлерде қар бірінші 10 күндіктің екінші жартысында, екінші 10 күндіктің бірінші жартысында, үшінші 10 күндіктің басында және ортасында күтіледі. Бұрқасын 15-20 метр секундаға дейін жел бір ай ішінде жиі күтіледі. Тұман айдың басында болуы мүмкін. Ақпан айында ең жоғарғы ауа температурасы 2016 жыл тіркеліпті. Онда сынап бағанасы +6,7 градусты көрсеткен. Ал ең суық күн 1951 жылы сынап бағанасы -43 градусты көрсетіпті. Қуаныш Қапез, Дамир Ескендіров, Первый Северный телеарнасы.